Қайырлы күн, эфирде Есіл ақпарат жаңалықтар қызметі, студияда Аяулым Жолмұқанова. Облыста КВИ жұқтырғандар саны азаймай отыр. Өткен тәулікте өңірде 122 адамнан коронавирус анықталды. Ең жоғары көрсеткіш Петропавл қаласында тіркелген. Мұнда 37 адам вирус жұқтырған. Қызылжар ауданында 14, Мағжан Жұмабаев ауданында 13, Мамлют ауданында 12 науқас анықталды. 3 адам дерттен көз жұмды. Жалпы індет басталғалы облыс бойынша осы күнге дейін 25.818 тұрғын вирус жұқтырды. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы 42%-ға жүктелген. Бұл жерде 678 адам ем алып жатыр. Коронавирус басталғалы жалпы 240 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Ал жазылып шыққандардың саны 23.317 адам. Цифрлық технология табысты болашақтың кілті. Қазіргі таңда инновациялық технология білім саласында да кеңінен қолданып жатыр. Айталық Қозыбаев университеті медицина факультетінің 1 және 3 курс студенттері 3D анатомиялық үстелі арқылы білімдерін толықтыра алады. Сенсорлық құрылғы атақты Сильнельниковка автоласының негізінде жасалған. Бұл үстелдің көмегі арқылы 1 курс студенттері жалпы анатомияны оқыса, ал 3 курс студенттері патологиялық анатомиядан дәріс алады. Студенттер мұнда қарау батырмасы арқылы жеке мүшелерді әртүрлі қашықтықта қарай алады. Салыстыру функциясы арқылы мүшенің қалыпты жағдайы мен патологиясын анықтайды. Ал диагностикада КТ, МРТ және УДЗ арқылы әр мүшені тексереді. Мысалы, ас қорыту жүйесіндегі белгілі бір мүшені қарағысы келсе, бұл мүшені белгілеп, оны бөліп алып, әрі қарай сипаттамасын оқи алады. Бұл үстелдің ыңғайлы жағы студенттер білімдерін оқып үйренеді, осы үстел арқылы көздерімен көріп білімдерін нығайтып есте сақтап қалады. Мысалы, ағзамыздың құрылысын, орналасуын барлығын өз көздерімен көріп, осы үстел арқылы білімдерін нығайтады. Өңір полицейлері 5 тонна зығыр ұрлаған күдіктілерді ұстады. Фактіге қатысты іс қозғалды. Ұрлық республикалық астық жедел алдын алу шарасының аясында ізі суытпастан ашылды. Айыртау ауданы серіктестіктерінің бірінің иесі учаскелік полиция инспекторына шаруашылықта биылғы өнімнің 5 тонна зығыры ұрланғаны туралы хабарлады. Жалпы шығыны 1.700.000 теңгені құрады. Оқиға орнына жедел тергеу тобы келіп, серіктестік аумағында орнатылған бейнебақылау камералары қаралды. Күдікке КАМАЗ көлігінің жүргізушісі ілінді. Кейінгі тергеу полицейлердің бұл болжамын дәлелдеді. 35 жастағы КАМАЗ көлігінің жүргізушісі мен 40 жастағы тракторшының қылмысқа қатысы бар екендігі анықталды. Күдіктілер зығырды көрші ауылдың тұрғынына 450.000 теңгеге сатқандарын мойындады. Аталмыш факті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші ұрлық бабының 2 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірегей реестріне енгізілді. Ұрланған астық иесіне қайтарылды. Егін жинау науқаны басталғаннан бері жаңа астық ұрлау 4 қылмыс тіркелді. Олардың барлық қысқа мерзімде ашылды. Ұрланған дақылдардың салмағы 67 тоннадан асты. Ол Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда 11 тонна бидай және Жамбыл ауданында 10 тонна бидай, Тайшы ауданында 40 тонна жасымық және Айыртау ауданында 5 тонна зығыр. Астық операциясы барысында орақ науқаны кезінде полицейлер астық ұрлығын болдырмау мақсатында күшейтілген жұмыс жүргізді. Аудандарда криминалды полиция бөлімінің тәжірибелі мамандарынан учаскелік полицейлерден тұратын мобильді топтар құрылды. Әсел Оразбаева полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Велоспорттан Қазақстан командасының үздігі Алексей Луценко Коппа Агостони бір күндік жарысының жеңімпазы атанды. Италияда өткен бәсекеге Астана командасы атынан итальяндық Мануэле Буаро, Самуэле Батистелло, Фабио Феллини, Матео Сабреро және колумбиялық Родриго Контрерас пен жерлесіміз Алексей Луценко қатысқан. Аталмыш бәсекеде жерлес велошабандоз мәреге жақындаған тұста барлық қарсыласынан басы босып жеңіске жетті. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар реті осындай. Мен өздеріңізбен кешкі жаңалықтарда қайта жүздесетін боламын.